Өзіңнен қарайсаш, кіріп отырмын ба? Сәлеметсіздер ме? Құрметті біздің оқырмандар, достар, және біздің тұрақты инста достарымыз. Бүгін біз сіздермен қашықтықтан оқыту заман талабы атты онлайн сұхбат жүргізетін боламыз. Енді қосылып жатқан достарымыздың барлығына қош келіпсіздер дейміз. Қайтадан айтып өтейін, бүгінгі біздің сіздермен жүргізетін сұхбатымыздың басты тақырыбы қашықтықтан оқыту заман талабы деп аталады. Бүгін біз сіздермен қашықтықтан оқыту заман талабына байланысты қазір құрметті қонағымызбен таныстыра отырып сүбелі сұхбат жүргізетін боламыз. Сондықтан да алдымен қосылып жатқан барша достарымызға қош келіпсіздер, қайырлы күн демекпіз. Қазір біз құрметті қонағымызды шақыратын боламыз. Біздің тікелей толқынға бізбен бірге бүгін құрметті қонақ болып шығатын. Ол әрине оқытушы, бүгінгі таңда Болашақ академиясының қазақ тілі және әдебиеті факультетінің аға оқытушысы Ерзат Молдабекұлы Ермағанбетов. Қазір біз Ерзатты тікелей толқынға шақырайық. Қош келіпсіздер. Қазір Ерзат бізге қосылсын. Ерзатты тікелей толқында тосып отырмыз. Ерзат бізге әлі тікелей толқынға шықпай тұр. Құрметті достар, қайтадан естеріңізге салып өтейін. Бүгін біз сіздермен қашықтықтан оқыту заман талабы атты тақырыпты талқылайтын боламыз. Көкейлеріңізде жүрген барлық сұрақтарыңызға жауап ала алады деген ойдамыз. Қазір біз Ерзатты тосып отырмыз. Әлемдік пандемия туралы. Қазір Ерзатты мен тосып отырмын. Ерзат міне бізде қазір тікелей толқынға қосылды. Әлемдік пандемия коронавирустың елімізде етек алып кетпеу үшін Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 15 наурыздан бастап елімізде төтенше жағдай жариялағаны белгілі. Осыған орай жоғары оқу орындары, колледждер және мектептер қашықтықтан білім беру жүйесіне көшті. Ендеше бүгінгі таңдағы қашықтықтан оқытудың жай-күйі туралы бүгін біз сіздермен сұхбат жүргізетін боламыз. Бұл сұхбатымыздың құрметті қонағы Қарағанды Болашақ академиясының қазақ тілі және әдебиеті факультеті аға оқытушысы Ерзат Ермағанбетов. Ерзат, біз сізді тікелей толқында күтудеміз. Техникалық ақауларға байланысты Ерзат кіріп және қайтадан толқыннан шығып кетіп отыр. Сондықтан Ерзат, саламатсыздар ма? Сәлем. Жақсы естіп тұр. Сәлем, қалдарыңыз болсын. Тікелей толқынға шықтыңыз. Бүгін біз сізбен қашықтықтан оқыту заман талабы атты тақырыпты талқыласақ деп отырмыз. Қош келіпсіз. Қош көрдік. Тағы да таныстырып өтейін, құрметті біздің достар, қазір бізбен тікелей толқында отырған Ерзат Молдабекұлы Ермағанбетов. Ерзат, жалпы басын өзіңізбен сүбелі сұхбатымыздың басын бүгінгі таңдағы білімнің халі ахуалымен бастасақ, қашықтықтан оқыту дегеніміз не? Осы сауалдарға жауап іздеп көрсек бірге. Жалпы енді ең әуелі қашықтықтан оқыту дегенге тоқтала кетейік. Бұл қашықтықтан оқыту дегеніміз қазіргі өзіміз көріп отырғандай интернет желісі арқылы әркім өз үйлерінде отырып ақ мұғалімдермен жаңағы байланыста отырып тікелей қарым қатынаста отырмай-ақ, яғни қашықтықта отырып білім алу. Ол дегеніміз, яғни білім алушы, яғни студент
студент болсын, оқушы болсын, мектеп оқушысы болсын, колледж оқушысы болсын, жоқ әлде жоғарғы оқу орнының студенті болсын, ол мұғаліммен өзара әрекеттестігін білдіреді. Яғни аудиториялық емес, қашықтықтан, яғни өз үйлерінде отырып, болмаса кез келген жерде отырып, интернет желісі арқылы, болмаса басқа да цифрлық технологияларды қолдана отырып, білім алу, яғни өзінің әрі қарай өзінің білімін толықтыру болып саналады. Енді жалпы бұл қашықтықтан оқыту дегеніміз, бұл біз биылдан бастап көп шығып жатыр, яғни күндізгі оқу бөлімдері де осы қашықтықтан оқытуға ауысып жатыр. Негізі әуелі бастан бұл қашықтықтан оқыту бізді басқа шетелдерде тәжірибесінде мол қолданылғандықтан бәріңіз жақсы білесіздер. Қазір сырттай оқу бөлімі қашықтықтан оқыту бөліміне ауыстырылды. Яғни мысалы бұрын сырттай оқу бөлімдері аптасына 2 апта болсын, мұғаліммен бетпе-бет сұхбаттасып отырып аудиториялық сабақтар өтетін. Енді оның барлығы қазір жабылып, оның орнына қашықтықтан оқыту дегенге ауыстырылған болатын. Ол яғни студент университетке келмей-ақ, емтиханында, барлық сабақтарында өз үйінде отырып, болмаса өз арнайы бір белгілі жерде отырып тапсыра беруіне болады. Яғни қашықтықтан. Өзі аты да айтып тұр, қашықтық. Яғни мұғаліммен бір жақын арада емес, кез келген жерде отырып білім ала береді. Енді елімізде, жалғыз еліміз емес, күллі әлемде белең алып жатырған пандемияға байланысты биылғы күндізгі оқу бөлімдері де осы қашықтықтан оқуға ауыстырылған еді. Негізі бұл қашықтықтан оқыту әлемде болып жатқан тәжірибелерге байланысты сүйеніп біз қолдана бастадық. Мәселен, өзіміз көшіп жатқан Ресей мемлекетінде, Қытай мемлекеттерінде де қашықтықтан оқыту, мысалы 10 жылдай болып қалды, қашықтықтан оқыту көбейіп жатыр. Мысалы, мен өз тәжірибемнен де көріп жатырмын. Мен өзім магистратура Ресейден білім алған едім, бірақ мен күндізгі бөлімде оқыдым. Бірақ сол күндізгі оқу бөлімде болғанда, оларда бұрыннан бар екен қашықтықтан оқыту деген. Яғни егер жұмыс бабымен жиі оқу орнына келуге мүмкіндік болмаса, яғни қашықтықтан оқытуға мүмкіндік алатын екен. Яғни өзі қашықтықтан оқытудың 3 түрі бар ғой. Онлайн, офлайн және де вебинар түрі. Онлайн дегеніміз, мәселен, біз сізбен сұхбат жүргізіп жатқанда, дәл қазіргі уақытта, нақ осы шақта мұғалім мен студенттің өзара сұхбаттасып отырып білім алуы. Офлайн дегеніміз, жаңағы мен айтып отырған оқу орындарында мұғалімнің электронды поштасына жібереді тапсырмаларын, мұғалім сол жерден қабылдап алып, өз тиісті бағаларын қояды. Енді біздің өзіміздің Болашақ академиясында бұндай тәжірибелер әрине бізде бар. Әуелі Платонус деген платформасында бізде сырттай оқу бөлімдерін біз біртін осыны дайындап келе жатқан едік. Студенттер өз тапсырмаларын жаңағы сайтқа кіріп, кез келген уақытта жаңағы тесттарын тапсырып, емтихандарын тапсырып жүре беретін. Қазір енді қашықтықтан оқыту болғаннан кейін ол жерде жалғыз тестпен ғана шектелмейді. Ол жерде видео көрсету керек. Яғни қазіргі ақпараттанған заманда тек қана қара сөзбен ғана білім беру ол жеткіліксіз. Сондықтан презентация түрінде, бейнебаян түрінде, өзара жаңағы эссе жазу түрінде, соған Moodle деген платформа, жоғарғы оқу орындары арасында Moodle платформасы өте қолайлы болды. Енді Қарағанды облысы бойынша біздің Болашақ академиясы осы Moodle платформасын алғаш қолдан іске асырған болатын, осы биыл қашықтықтан оқыту бөліміне. Енді қазірде күндізгі оқу бөліміне бұл қолданып жатырмыз, өте жақсы өз нәтижесін беріп жатыр. Күндізгі оқу бөлімінен еш айырмашылығы жоқ. Бұл жерде онлайнда, офлайнда және вебинар түрінде де біз оқушыларға білімді, яғни ақпарат бере аламыз. Жақсы, Ерзат, сұраққа жауапты ала алдық деген ойдамыз. Және келесі сұрақ мынандай болмақ. Жалпы осы жылы бітірген түлектердің қашықтықтан дипломды қалай қорғағаны көпшілікті қызықтырып отыр. Қалай қорғады, немесе сол дипломға қазіргі таңда қалай қол жеткізуге болады деген сұрақтар. Жақсы. Ең әуелі біз қашықтықтан оқытуда бір мынау шарттарды есте сақтауымыз керек. Мемлекеттік стандарт дегеніміз болады.
Мемлекеттік стандарт дегеніміз, яғни мемлекеттік стандартта ғылым білім министрлігі бекітілген стандартқа сәйкес біз білім береміз, яғни емтихандарды қабылдаймыз. Яғни әр оқу орны өзі ойдан ешқандай заң шығармайды, ешқандай стандарт шығармайды. Сол берілген стандартқа сәйкес бізде өз дипломды қорғаудың өзіне алдын ала шарттарын береміз. Енді диплом қорғауда бізде ешқандай қиындық туғызбайды. Қазір ақпараттың өте қайнаған, дамыған заманы, цифрлық технологиялардың өте қазір 4G, 5G қосылып жатыр. Барлық жерде интернетке қолжетімділік бар. Сондықтан диплом қорғауды жаңағы біз айтқан Moodle платформасында, болмаса Skype платформасында онлайн қорғау болады. Skype платформасында барлықтарымыз білесіздер, 60 адамға дейін видеоконференция, яғни 60 адам бір моментте, яғни осылай сөйлесе алады. Сол Skype платформасы арқылы барлығы әркім жаңағы техникалық хатшы болады, стандартқа сәйкес, яғни мемлекеттік емтихан, болмаса диплом қорғау кезінде комиссия төрағасы, яғни комиссия мүшелері, сонымен қатар техникалық хатшы. Техникалық хатшы сол модератор болады Skype платформасында, бір-бірлеп қорғайтын студенттерді, қорғаушыларды қосып отырады, яғни сөйлеу рұқсатын береді, сол жерде қорғап, барлық Skype'та отырған комиссия мүшелерінің барлығы да сол жерде өз сұрақтарын қоя алады. Яғни бір уақытта барлығы да сұрақ қоя алады, бір уақытта осы сұраққа жауап бере алады. Бұл яғни онлайн қорғау. Ол ешқандай да тапсырма емес, сол жерде студенттің түрінде көреміз, даусында естиміз, оларды комиссия мүшелерінде былай тірідей, мысалы сізбен сұхбат құрып отырғандай тірідей көре аламыз. Бұл дегеніміз ақпараттың өте дамығандығы, заманның дамығандығы. Жалпы Шекспирдің мынандай жақсы сөзі бар. Біз келешектен дейді, үлкен ғалым, үлкен ақын шығатынына кәміл сенуіміз керек. Өйткені келешек ұрпақ ақпараттың нағыз қайнаған қолжетімді ортасында өмір сүреді дейді. Яғни қазір интернет желісі арқылы біз барлық ақпаратқа қазір қол жеткізу мүмкін. Бұл қиял емес, бұл ертек емес. Бұл ғылым. Ыбырай Алтынсаринның да мына өлеңі бар ғой. Өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғызған. Айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызған дейді. Бұл да қазір біз көз көрмейтін өте жарықтың жылдамдығымен де кез келген ақпаратты кез келген жердің түкпірінен ала аламыз, яғни интернет желісі арқылы. Оны яғни көбісі дұрыс жағында қарайды, бірақ енді біздің қашықтан оқытуға, яғни білімді тоқтатпауға бұл өте үлкен септігін тигізді. Себебі пандемия кезінде барлық жер жұмыс тоқтатылып қалғанымен біз үздіксіз білім беруді тоқтатпауымыз керек. Себебі келешек ұрпақтан білімді ұрпақ шығару, ғылым білім министрлігі айтпақшы, бұл біздің елбасымыз айтпақшы, бұл біздің парызымыз. Яғни даусыңызда кішкене сұхбатыңызды бөлсем, әрине кез келген нәрсені сынбастау ол оңайға соқпайтыны белгілі. Жалпы қашықтықтан оқытуға оқытушылардың көзқарастары қандай? Сіздерде қандай да бір қиыншылықтар болды ма осы қашықтықтан оқытуды бастаймыз деген кезде қандай да бір қорқыныш немесе қандай да бір үрей болды ма? Жалпы біз қалай оқытамыз? Жалпы ауыл жерлерге кеткен студенттермен қалай біз байланысқа шығамыз деген сауалдар сіздерді де мазалаған анық қой. Енді әрине кез келген істің бастауы қиындық тудырары сөзсіз. Кез келген затты ең әуелі бастауы қиын ғой. Ең бастысы айтады ғой, көз қорқақ қол батыр дейді. Ең бастысы қашықтан оқытуды дұрыс жағынан пайдалану керек. Қиындыққа мойымай бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, барлық қиындықтарды жеңе білуге тырысу, талпыныс керек. Шығыстың мынандай даналығы бар, арманыңа жетіп бара жатқанда ең бастысы сен тоқтамау керек. Жарты қадам жасасаң да алға жылжи беру керек дейді. Ең басында қиындық тудырғаны сөзсіз. Бәрібір де қиындық тудырады. Себебі аяқ астынан келді да қашықтан оқыту. Біз оның алдында көп мұғалімдер қазір білесіздер, үлкен жасы егде кісілер де бар. Компьютерден қатты хабар жоқ. Өйткені ол кездерде яғни информатика деген пәндер көп оқытыла қоймады. Енді сол үлкен мұғалімдер тарапынан компьютерлік жағынан білімі сәл төмендеу мұғалімдер жағынан қиыншылық туғызғаны рас. Себебі енді шындықты айту керек, бәрібір де компьютерда мысалы қарапайым бір Word документте тере алмайтын мұғалімдер де бар. Оларға өте қиындық туғызғаны рас.
қиыншылық тудырды. Бірақ та енді сондықтан ұйымдастыруды дұрыс ұйымдастыра білу керек. Яғни тренингтер өткізіп, арнайы соған командалар құру керек, программист менеджерлермен. Солармен ылғи да байланысты, үзілмей байланыста отырып, олардың әрдайым жіберіп отырған ақпараттары, үйрету курстарының барлығының арқасында енді әрине бірден меңгеріп кеттік деп айта алмаймыз. Ұзақ уақыт кеткені рас. Мысалы, ақпаратты жақсы технологияларды, қазіргі заманғы цифрлық технологияларды меңгерген жастардың өзіне де басына қиындық туғызды. Себебі біз үйренбеген, көрмеген платформа, кез келген затты үйрену үшін не керек? Тәжірибе керек. Сондықтан біз осы қашықтықтан оқыту бөлімдеріне өзіміз арнайы эксперименттер туғызды, қателіктер туғызып жатты. Бірақ үздіксіз қайта жиі қадағалаудың арқасында, жиі тынымсыз еңбектің арқасында, қиыншылық арқылы біз осыған үйрендік. Енді келесіде әрі қарай да біз осы қашықтан оқытуға Болашақ академиясы енді толық дайынбыз деп нық сеніммен айта аламыз. Себебі барлығы дерлік мұғалімдердің барлығы жетік меңгерді осы Moodle платформасынан. Жақсы. Бірақ дегенмен де осы қашықтықтан білім беру жүйесі елімізде төтенше жағдай кезінде бір жаңа үрдіс сияқты көрінгенмен, бұл үрдісті баяғыдан бері қолданатын Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің барын баршамыз білеміз. Ол жерде бұрынғы уақыттан бері 10 жылдай уақыт өтті. Қашықтықтан оқыту әлі күнге дейін жақсы қолданып келе жатқандығында жасырын емес. Оны баршамыз білеміз. Және сонымен қатар Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті де базасында қашықтықтан оқыту жүйесі енгізілген. Ал мынандай сұрақ болмақшы, алдағы уақытта қашықтықтан жұмыс істеуге жалпы студенттердің көзқарасы қандай? Кез келген Асқар Сүлейменов айтады, кез келген орысша айтқанда былай айтады екен. В любом диспуте есть 3 точки зрения. Первая твоя, вторая твоего оппонента и третья правильная. Бұл жерде осындай екі әртүрлі қоғам болғаннан кейін де әртүрлі адамдардың көзқарасы әртүрлі болғандықтан бұл әртүрлі пікірлер тудырған анық. Әлеуметтік желілердің түндігін желпілдетіп отырған небір ата-аналардың да наразылығы, кейбір студенттердің де наразылығы, одан да мұғалімнің алдында оқығанымыз жақсы екен деп. Бұл әрине енді біз білеміз, қазіргі заман концепция современного образования, педагогика высшей школы деген, мысалы, қазіргі заманғы білім берудің талаптары, сіздер білікті маман шығаруға ұмтылмаңдар дейді қазір. Сіздер зияткерлік, рухани жағынан байыған жан-жақты тұлға тәрбиелеуге талпыныңдар дейді. Жапонияда мысалы кез келген жоғарғы оқу орнын бітірген адамды кез келген жұмысқа тұрғыза алатындай олар жан-жақты білім болу керек. Біріншіден қазір айтып болайын, сіз сұрақтарға жауап береміз, мына жерде сұрақтар қойып жатыр. Енді қиындық тудырған рас, адам рухани бай, жаңағы айттық, рухани байыған адамды шығару керек жоғарғы оқу орындары деп. Енді рухани баю қай кезде болады? Ол үш жағдайда болады. Ол газет оқығаннан болады, ол кітап оқығаннан болады. Және үшінші, тіріде өзара сұхбат әңгімелесу кезінде болады. Әрине, аудиторияда отырып, студентпен көзбе-көз сөйлесіп, оның тірідей сөйлескеннен оның ішкі рухани жан дүниесін біле аласың. Ол ешқандай интернеттен кіріп, ештеңе қарап көшіріп бере алмайды. Ол барлығы тек басында не бар, соны ғана біліп сөйлесе аласың. Екіншіден, студенттер жаңағы барлығы шығармашылыққа деген, шығармашылық әлеуетін арттыруға дегенде кішкене төмендеу болып болады. Яғни тұлғалық дамудан гөрі біз интеллектуальный машина жасаймыз көбінесе ақпараттың. Мысалы, Жапонияда қазір оларда антиутопия деген, мысалы, олар ақпарат нағыз қайнаған қазір жетілді ғой олар нағыз. Енді солар қазір антиутопиялық мынандай әңгіме жазады екен. Бір жазушы мынандай, болашақта дейді, 3050 жыл дейді, бүкіл адамзат баласының орнын робот техникалары басты дейді. Тек қана оларды адамдарға, бір-екі адам ғана оларды былай қозғалысқа түсіріп отырады дейді. Сол кезде бүйтіп көмір салатын үлкен пешке, үлкен пеш отыр, экскаватор, робот пеш салып отқанда көмірдің арасына бір адам түсіп кетті дейді. Ол адам шыңғырып көмектесіңдер деп айғайлап жатыр, бірақ оны еститін ешкім жоқ. Маңайдың барлығы команда берілген робот. Ол жаңағы көмірмен бірге адамды пешке салып жүрді дейді. Егер сол жерде адамдар жұмыс істегенде жұмысты тоқтатып, адам өмірін бірінші орынға қоятын дейді.
бұл жағынан, яғни қашықтан оқытудың да осындай бір минус жағы бар, ол біз рухани байыта алмаймыз студенттерді. Біз тек оларға ақпаратты саналарына құямыз да, оны қорытуға, анализ жасауға мүмкіндік бере алмаймыз. Кітап оқу қалады, әңгімелесу, яғни рухани баюда кішкене кейінгі артқа ысырылатыны енді ол шындық. Иә, дұрыс айтасыз. Жалпы жапырақсыз қалса бұтақ жетім дейміз, оқылмай қалса кітап жетім дейміз, білімсіз болса ұрпақ жетім, қорғаусыз болса ұлт жетім дейміз. Қазіргі кезде өзіңіз оқыған соңғы кітаптар тізімін атап айтып бере аласыз ба? Карантин кезінде жалпы кітап оқыдыңыз ба? Өзіңіз айтып отырсыз, рухани байлығымыз ол әрине кітабымыз, дұрыс. Студенттеріңізге қандай кітаптар оқуға кеңес бересіз? Бүгінгі таңда қандай кітаптар жалпы оқып отырсыз? Мен енді өзім қазір ғылым жолында жүргеннен кейін кішкене аңыздарды оқып жатырмын. Осы кейін бітіргенім средневеково-персидский проза дейді. Яғни көне парсы аңыздары мен олардың прозалары. Оның алдында оқығаным Шоқан Уәлихановтың бірінші, екінші томы шығармалар ғылыми еңбектер жинағы. Қазір енді көп өз бағасын ала алмай жүрген, мысалы Шоқан Уәлихановты айтамыз, Абайды айтамыз, жазба әдебиеттің негізін қалаушы деп. Ал жазба әдебиеттің негізін қалаушы Абайдан бұрынырақ өмір сүрген Ыбырай Алтынсарин. Ал Ыбырайға дейін мысалы Шоқан ертерек өмір сүрді, ол ертерек іргетасын қалады қазақ жазба әдебиетінің ғалым ретінде де осы. Бірақ осындай кейбір назардан тыс қалып жататын, бірақ өз бағасын ала алмай жүрген осындай кейбір ғылыми деректер, ғылыми дәйектер бар, солар қазір қызығушылығын тудырып жатыр. Енді бірақ рухани баю жағынан кітаптар, көркем әдебиет оқимын. Енді соңғы оқыған кітаптарым осы пандемия кезінде өзім сүйікті жазушылардың бірі Эрнест Хемингуэй. Эрнест Хемингуэйдің шығармаларын оқыдым. Джек Лондон, әрине Джек Лондонсыз қалай. Және де осы өзіміздің қазақ жазушылары Таласбек Әсемқұлов, өзі қарағандылық өз жазушымыз Серік Сағынтайдың Көктемнің мөлдір тамшысы деген осы кейін шыққан жаңа кітабын осы оқып бітірдік. Өзімізше талдау жасап жатырмыз. Студенттермен соны өзіміз арнайы чат ашып, сол жерде талқылаймыз кейде. Өте жақсы, бәрекелді. Және келесі сұрағымыз мынандай болмақ. Мектеп аяқтаған жас түлектерді биылғы жылы оқу орнына қабылдау қай кезден бастап және қалай жүзеге аспақ? Ол үшін арнайы сіздерде қабылдау комиссиялар бола ма, немесе ерекше бір талаптарыңыз бар ма жалпы? Қазіргі кезде университет жұмыс істемейтіні, яғни академия жұмысын тоқтатқандығы белгілі, бірақ келетін түлектерге өзіңіз айтып берсеңіз, жалпы талаптарыңыз қандай? Енді қабылдау комиссиясы әрине жұмысын тоқтатпайды. Бізде білім үздіксіз болғаннан кейін карантин болып жұмыстар тоқтағанмен білім беру жүйесі тоқтамайды, ол әрі қарай даму үстіне дами түседі. Қабылдау комиссиясы қазір тағы да айттық, интернеттің арқасында, қашықтан оқытудың арқасында сайт, кез келген оқу орнының сайтына кіріп, мәселен Болашақ академиясының қабылдау комиссиясы жұмысын бастап кетті. Яғни Болашақ академиясының kubolashaq.kz сайтына кірсеңіз, сол жерде қабылдау комиссиясы деген арнайы бөлім тұрады. Сол арнайы бөлімге бассаңыздар, сіздерден сол жерден автоматты түрде бот шығады, болмаса жаңағы қандай документтер керек, қайда тапсыру екен, сол жерде барлығы жазылып көрсетіліп тұрады. Сол жерден документтерді сканерден өткізіп жібере берсе, жаңағы заявканы толтыра берсе болады. Болмаса барлық қабылдау комиссия төрайымының төрағасының номері сол жерде жазылып тұр. Соғанда қоңырау шалсаңыздар да болады. Барлық сұрақтардың барлығы сол жерде жазылған. Егер де қосымша сұрақтар болса, сол жерде жаңа хабарласуға болады. Сондықтан қабылдау комиссиясы деген арнайы бөлімге сол жерге құжаттарыңызды тапсыра берсеңіздер болады. Жалпы Болашақ академиясы цифрлық технологиялармен оқыту бойынша, яғни заманауи білім беру бойынша әрқашанда ең бірінші болып қолданылады барлық технологияларды. Мәселен, енді айтпаса сөздің атасы өледі дейді. Айта кетуге де жөн болады шығар. Платонус платформасы бар ғой, оқу орны мысалы. Сол Платонус платформасынан бізге Астанадан, Алматыдан да басқа жақтан да арнайы оқу орындары тренинг өткізуін сұрайды. Moodle платформасында да бізде көптеген оқу орындары
атын атап айтпай ақ қояйық, бірақ көп оқу орындарын жаңағы өтініштер келіп түсті, яғни олар үшін біз тренинг өткізуге. Яғни биылда біз осы жазда онлайн яғни Skype платформасы арқылы көптеген оқу орындарына, модуль платформасына қашықтықтан оқыту бойынша қалай ұйымдастыру туралы біз көптеген тренингтер өткізбекшіміз. Жақсы. Жалпы қашықтықтан оқытудың білім саласындағы міндеттері қандай, Ерзат? Сол жайлы айтып берсеңіз. Қайталайсыз сұрағыңызды? Қашықтықтан оқытудың жалпы білім саласындағы міндеттері қандай? Жалпы міндет дейді ғой сіздерге, иә? Енді міндеттері көп. Ең әуелі міндеті студент пен оқытушы, мұғалім өзара тығыз байланыста болу керек. Байланыс үзілмеу керек. Ол тек қана офлайн түрде емес, көбіне онлайн түрінде өткізілу керек. Енді мысалы аудиториялық оқыту кезінде мұғалім пассив болып, студент актив болу керектен талаптар қолданып жүрсе, қазір енді екі жақ бірдей актив болу керек. Яғни көбінесе мұғалім актив болып, бағдар беруші болу керек. Енді сол мұғалім екеуі тығыз қарым-қатынаста болып, мемлекеттік деңгейдегі қашықтықтан оқытудың құрамына ену, яғни мемлекеттің талабына, сұраныстарына жауап беру керек. Енді қашықтан оқытудың ұйымдастыруын құру кезінде мемлекеттік стандарттың талаптарын сақтау керек. Яғни оқытудың берілген типтік бағдарлама деген бар. Оны яғни оқу орнында істейтіндер барлығы біле жатар. Яғни ғылым білім министрлігі типтік бағдарламаны әр оқу орындарына жібереді, тақырыптарын жібереді. Сол типтік бағдарлама бойынша біз яғни оқу жоспарын құрамыз, оқу бағдарламасын құрып, сол туралы біз оқытуды ұйымдастырамыз. Яғни сол мемлекеттік стандарт типтік бағдарламаның талаптарын қатаң сақтау керек, міндеттері. Соны ұмытпау керек. Әркім өзінше жаңа бағдарлама құрмау керек. Қашықтан оқыту кезінде міндеті. Және бұл ретте жүйені қолданудың қауіпті тұстары да кездеседі, әрине. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар құралдарын көп қолдану баланың жұмыс қабілеттілігіне, физикалық және гиподинамия деген ауру бар, бір орында отыра берсе, яғни бұлшықеттердің атрофиялық жағдайларға ұшырауы мүмкін дейді. Сол себепті бұны қашықтан оқытуды көп емес, бір аз ғана уақытта қана қолдану керек. Ол яғни, мысалы, аудиторияда отырғанда таңертең кіріп кешке шығатындай болады ғой студенттер. Бұл жерде цифрлық технологияны, яғни радиация дегенде болады, интернетті көп қолдану кезінде, сондықтан оны көп емес, қысқа уақытта, бірақ өте тиімді пайдалану керек. Бұл туралы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов өзінің жаңа брифингінде де осы туралы жіті қадағалап, осы міндетті айта кеткен болатын. Сондықтан осы және де білімнің сапасын төмендетпеу керек. Бұл өте тағы да бір міндет. Білім сапасын төмендетпеу керек. Себебі біз керісінше төмен деңгейге түсіп қалсақ, онда біз құрып келе жатқан жүйе жоққа ұшырайды. Ол қайтадан басынан бастау керек болады. Ол өте қайтадан көп қиындықтарға ұшыратады. Сонымен қатар шығармашылық әлеуетті кемітпеу керек. Мәселен, мен өзім факультет аралық деген, яғни орыс тілді оқитын аудиторияларға қазақ тілінен сабақ бергенде осы әлеуметтік желілерді дұрыс қолдана білдім. Яғни пайдаға қолдана білу керек. Ол яғни осы челлендж түсіру деген қазір жақсы, модаға айналды қазіргі. Мысалы, Абайдың барлығында да қазір компьютерді жақсы меңгерген, барлығы жақсы әлеуметтік желілерді қолдана алады. Кез келген қазір Instagram, Facebook қолданушысы клип жасай алады. Видео монтаж жасай алады. Оған бағдарлама барлығы, қосымшалар барлығы бар, приложениялар. Енді сол туралы, мәселен, жаңа кәсіби қазақ тілінде Абайдың 17-ші қара сөзін қалай түсіндің сен? Мысалы, Абайдың 17-ші қара сөзі ақыл, қайрат, жүрек, үшеуі келіп ғылымға жүгінеді дейді. Мысалы, соны бастан аяқ қазақша мәтін оқып болдыңыздар, енді қалай түсіндіңіздер? Соған өздерің анимациялық бейнебаян түсіріп көріңдер.
болмаса Абайдың қара өлеңін жатқа оқып, соған видео челлендж түсіріңдер. Ол яғни онлайнда оқиды, және де соған клип түсіріп, оны неге түсіреді? Инстаграмға салады. Сол арқылы біз оны қызығушылығы, шығармашылық әлеуетін қызықтырамыз. Әрине басында қинайсың. Абай Құнанбаевтың өз қара сөзінде бар ғой, баланы ғылымға үйрету үшін оны кішкене қысу керек, таяқтап тұрып кішкене оқыту керек жылағанына. Ол ар жағында сөйтіп қатты яғни күштеп оқыту арқылы ар жағында бәрібір де шығармашылық әлеуетке қызығушылық артылады. Мысалы менің өзімде шығармашылыққа қызығушылығым үйде әкемнің күнде бүйтіп кітап оқы деп дүрсе қоюымен, яғни қатты қатал тәртіп арқылы басында мен оқығым келмей жүріп, ақырында өзімде қалай ғылымға, яғни кітапқа деген қызығушылығым бойып кеткенін өзім де түсінбей қалдым мәселен. Сол жақтары да мысалы бар. Сөйтіп сол осы міндеттерді атқарып отырық. Жаңа біз қайталайық, міндетті типтік бағдарламаларды сақтау керек, білім сапасын төмендетпеу керек. Шығармашылық әлеуетті жаңағы тағы да айтып отырмын, шығармашылық әлеует, яғни творчествосын баланың әрі қарай дамыта түсу керек. Себебі біз өзіндік ойлана алмайтын ұрпақ тәрбиелеуіміз қаупі бар. Себебі кітап оқымаған адам ол өзіндік ойлана алмайды, өзіндік шешім қабылдай алмайды. Ол біреудің жаңағы приказ беруін ғана күтіп тұратындай болады. Ол яғни өзіндік мені, эгосы жоғалып кетуге ғажап емес. Сондықтан кітап ол рухани байлық. Рухани байлық, өте дұрыс айтасыз. Кітап туралы айтып жатқандарыңыз өте жағымды, жан-жақты жеткізіп жатсыз. Жалпы келесі сұрақ мынандай, бізде қазіргі таңда кітапқа деген қызығушылық қалай жалпы студенттер арасында? Студенттер кітапханаға келеді, қарайды, тек оқытушылардың жіберуімен ба, әлде студенттердің шынымен талпыныстары бар ма? Жалпы проза жаза ма, поэзияға деген құлшыныстары қандай? Өзіңіз қазақ тілі және әдебиеті факультетінің аға оқытушысы болғандықтан, бұл сіз үшін тұрақты сұрақ деп ойлаймыз. Сондықтан жалпы шығармашыл жастар көп пе қазіргі таңда? Аха, жақсы сұрақтарыңыз. Қуатым отырып жатыр. Енді жалпы жақсы сұрақ қойдыңыз. Бұл барлығымыздың көкейімізде жүрген сұрақ. Толғауы келсе де, бұл әлі шешімін таппаған бұл мәселелердің бірі. Кітап оқу бұл бүгінгі таңда рас, айта кету керек, төмендеп бара жатқаны рас. Көбінесе студенттер кітапханаға, яғни сабаққа керекті өзіндік кітаптарды ғана алады, пәндік кітаптарды ғана. Оның өзінде жаңағы көп барлығын оқымайды, керек жерін сызып алып қана жатқа айтып беріп жатады. Енді соған байланысты енді кітап оқу жоқ деп айта алмаймыз. Көркем әдебиетті оқу төмендеп бара жатыр. Қазір жастардың оқитын барлығы көбінесе екінші болма деген сияқтанды менеджмент, яғни бизнес бастау, бизнесмен болуға шақыратын, жетістікке жетуге шақыратын кітаптар. Яғни қазіргі заманның талабы сол болып тұр, қызығушылық, мотивациялық кітаптар, қызығушылығы сол болып тұр. Себебі қазір Ертіп кешіріңіз, тағы да сөзіңізді бөлсем, сіздер міндеттейсіздер ме? Студенттерді карантин кезінде міне осы кітапты оқыңыздар, қазақтың осындай көркем әдебиетін біліңіздер деп сіздер студенттеріңізге осындай қолқа саласыздар ма? Салдыңыздар ма карантин кезінде? Әрине. Мен өзім көбінесе жаңа құрғақ теориямен жеткізгенше сол кітапты өзіне оқытқызған жақсы көремін. Себебі ол кітап оқығаннан кейін ол өзіндік біріншіден тіл байлығы, лексикалық қоры көбейеді. Екіншіден оның өзіндік ойлауы қалыптасады, ой жүйесі қалыптасады. Кез келген бір ойды қорыта алатын болады. Жалпы өмірді тани алатын болады. Кітап көркем әдебиет деген өмірдің бір көркем көшірмесі ғой. Өте дұрыс айтады. Студенттер дейді, мына жерде оқырманнан мынандай сұрақ келіпті. Студенттер сессияны қалай тапсырды? Және қалай тапсырғандығы жайлы білгісі келеді екен. Студенттер енді сессияны қалай тапсырғанда, біз басында айттық қой. Платонос платформасы арқылы, Moodle платформасы арқылы біз әуел баста сырттай оқу бөлімдері, қашықтан оқу бөлімдері
қалай тапсырды, студенттер де солай тапсырды. Яғни бізде тест арқылы платформаға кіреді да, сол жерде арнайы өздеріне тағайындалған тест сұрақтары беріледі. Ол жерде бір мұғалім өзі мыңға жуық, әр пәннен мыңға жуық өзі тест дайындайды. Ол тесттің сапасын ғылым білім министрлігі арнайы рейд арқылы осы карантин кезінде арнайы тексерді, сапасын, сұрақтарын дұрыс қойылуы. Сол жағына қатты мән берілді. Сол талапқа сай келгеннен кейін сол тест сұрақтарын енгізуге біз ғылым білім министрлігінің рұқсат алғаннан кейін барып енгізіп, студенттер қашықтан тест арқылы емтихандарын тапсырды. Ол енді бұл тәжірибе барлық қазір оқу орындарында онсыз да бұрыннан бар, сессия емтихандарын тестпен тапсырады. Ол Евгений Арсенал Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде, Қазтұтыну одағы университетінде, медакадемияда және Болашақ академиясында да ол бұрыннан 2011 жылдан бері келе жатқан ол тәжірибелі іс, сондықтан ол бізге ешқандай қиындық туғызған жоқ. Ол сессия ойдағыдай тапсырылды. Бізде студенттердің барлығы бүгін 27-сі, бүгін соңғы емтихандары жүріп жатыр. Енді ойдағыдай тапсырды деген ойдамыз. Барлығы себебі ешқандай қиындық туғызған жоқ. Барлығы тапсырып, өздерінің кезекті жазғы демалыстарына шықты студенттер. Барлығы өте жақсы дегенмен, енді ешқандай қиындық туғызбай, тиісті бағаларын алып тапсырды. Жақсы, рахмет. Біз оқырманға лайықты жауабын бердік деген ойдамыз. Келесі сұрағымыз әрине, әлемдегі танымал онлайн мұғалімді білетін шығарсыз, Салман Хан сияқты болу қазіргі таңда міндет емес, бірақ та сол кісінің тәжірибелерін алып өзіңіз оқып көрдіңіз бе, теориясына не нәрсеге жүгінетіндігі, қалай өзін студенттерді, жаңағы оқырмандарды қалай өзіне еліктіре алады? Осындай да бір шеберлік курстарына жазыласыз ба, көрдіңіз бе, немесе сондай шеберлік курстарына қатыстыңыз ба өзіңіз? Жалпы еліктіру, мысалы, жақсы студенттерді өзіне жақсы қабылдата білу үшін алдымен оқытушыға білімнен басқа тағы қандай қасиет керек деп ойлайсыз? Енді әрине Салман Ханды айтып отырған боласыздар сіздер, әлемде бұл енді бұның тәжірибесі әрине көп ізденісті қажет етеді. Енді жалпы студенттерге басқа қашықтан оқуда, басқа білімнен басқа не керек дегенде креативный мышление дейді. Яғни жақсы ойлау керек. Кез келген жерде тығырықтан шыға алатындай, кез келген істің шешімін таба алатындай ұтқырлық, тапқырлық, сонымен қатар қызығушылық керек. Енді сонымен қатар енді өзінің жаңағы шығармашылық, тағы да мен айтқым келетіні шығармашылық әлеует. Кез келген жерде шығармашылық әлеует болғанда, оның ойлауы да қалыпты болмайды. Стандартный дейді ғой, жалпы барлығы бірдей ойлай береді, ал креативный мышление дегенде ол шығармашылық адамда креативный мышлениесі өте жақсы дамыған болады. Ол не стандарт емес, басқаша ойлап бір жаңалық тудыра отырады. Ал қазіргі заманда ғылымның ең бастысы талабы сол ғой, міндеті жаңалық ашу. Бір жаңа бір ғылымға жаңа бірдеңе, өзіндік бірдеңеңді енгізу. Абайдың да мысалы өлеңі бар, сенде бір кірпіш дүниеде, тетігін тапта бар қалан дейді. Сондықтан қазіргі заманда ең бастысы білімді қорыта алу керек, креативный мышление керек, көкірек көз ойы жан-жақты зияткерлі тұлға болу керек. Ол тек қана бір ғана өзінің мамандығына ғана емес, ол басқа да мамандықтарға да басқа хабардар болу керек. Себебі қазір ғылым дегеннің өзі түп атасы біреу, сол барлығы байланысты ұстаған адам ғана ол толық адам болады. Жалпы Абай айтады ғой, барлық ғалым хәкім емес, хәкімнің барлығы ғалым деп. Тек қана жалаң білім, теория ғана жинақтаған адам ол тұлға болып қалыптаса алмайды. Ал хәкімнің бәрі ғалым дейді. Ол хәкім, яғни өмірді әбден таныған адам. Барлық салада өзіндік жаңағы ойын жеткізе алады. Ақпарат бере алады. Білім дәнін оқушылар, шәкірттер көкейіне еге алатын адам болу керек. Жақсы, рахмет. Бұл енді өзіміз қашықтан оқытудың тиімділігі неде? Тиімді жақтары және тиімсіз жақтары қандай?
өзіңіз аудиторияға Ал- барып, студенттеріңізбен жолығатын сәтті өздеріңіз де сағынған боларсыздар. Сіздерде неше айдың жүзі болды қашықтықтан оқыту жүйесіне көшкендеріңізге, иә? әрине. Енді бұның тиімді жақтары біріншіден өте көп. Бұл қашықтан екінші жоғарғы білім алуға мысалы ол арзандау болып түседі, уақытыңды үнемдейсің. Қазіргі заман өзі время деньги деген уақыт қой. Уақыт барлығында тығыз, тапшы. Ешкім уақытын бос өткізгісі келмейді. Сондықтан осы бірінші уақыт үнемдеу жағынан өте пайдалы. Екінші жағынан мынау ақпараттың нақтылығы, жүйелілігі болады. Яғни белгілі бір схеманы құрып қоясың да, сол схемамен жүреді. Ал мәселен аудиторияда кейде гуманитарлық ғылымдарда кейде мысалы бір тақырыпты айтып келе жатып, кейде әңгімеге кетіп қалып, басқа жаққа ауып кетуі де мүмкін ғой. Сондай жақтардан қарағанда бұл қашықтан оқыту өзіндік плюсы бар. Екінші пайдасы бұл жұмыстан қол үзбей жүріп жаңағы білім алу. Мысалы кейбір жұмыс орындарында қазір білеміз, адам тапшы, жұмыс тапшы, барлығында жұмысты тоқтатуға болмайды. Сондықтан бұл енді үйде отырып, кешке отырып, кез келген уақытта білім ала береді. Бұл жұмыстан қол үзбейді. Бұл яғни ары қарайғы карьерный ростқа да өте пайдалы. Енді ерекшелігі да болады деп ойлайсыз, иә, сіздің ойыңызша? иә, бірнеше мамандықты қоса меңгеруге болады, иә. Тағы да ізденістерді қарастыруға болады, иә? Енді минусы қарап отырсақ, тағы да сол студент өздігінен ойлана алмайтын болады. Өзара сұхбат арқылы рухани байи алмайтын болады. Ол бәрібір де дәстүрлі оқудың өзінің пайдасы да бар ғой. Тақта алдында оқытушымен живой қарым-қатынаста отырып білім алу. Бұл деген мәселе қарап отырсақ, иә, қызбен бүйтіп, интернетпен ғана бүйтіп виртуальный махаббатпен кәдімгідей қол ұстасып жүрген махаббаттар болады, қызбен. Сол сияқты ғой айырмашылығы. Бәрібір де аудиторияда отырып сабақ бергеннің ләззаты өзгерек болады. Ол кезде мұғалімде құлшынысы болады. Біреудің көзінде от жанып тұрған студенттер көргенде ол шабыты ашыла түседі. Ол оған ары қарай оқыта түскісі келеді. Ол сабақ біткеннен кейін студент соңынан қалып өзінің ары қарай көкейіндегі сұрақтарды қояды. Соны талқылайсың ары қарай ізденген студенттер. Ал қашықтан оқыту кезінде белгілі бір уақыт регламенті болады. Сол уақыт регламентінен шығып ары қарай өзіне қарай алмайсың. Студент не саған сұрақ қоя алмайды, сен ешкімге айтпай қалған дүниеңді айта алмай қаласың. Сосын сондай бір екі түрлі кезең болады. Шынайы эмоция көрілмейді, мынау ішкі рухани ләззат ала алмайсың. Тағы да айтамын, мынау виртуалды махаббат деген сияқты қашықтықтан оқыту деген. Жай просто біреумен WhatsApp-пен ғана сөйлесіп, телефонмен ғана сөйлесіп, кездеспей жүрген сияқты. Енді солай түсіндіре аламын енді. Қашықтықтан оқыту жайлы. Жақсы. Ал өзіңіз айтып жатсыз, қазір бұрынғы мұғалімдер бар, осы қашықтықтан оқыту кезінде ол кісілерге үлкен қиыншылықтар тудырып жатқан болар. Сіздермен мысалы сіздермен ақыл кеңес алу жағы, техника жағынан сіздерден көп көмек сұрайтын шығар ол кісілер. Әрине. Бұл тағы да айтып жатыр. Кез келген таңсық дүние ол біріншіден қоғам арасында резонанс тудырады. Екіншіден үрей тудырады. Оны меңгере аламыз ба, меңгере алмаймыз ба деген үрей туатыны анық. Білім сапасы қанша деңгейде өзгереді деген сұрақ қой, иә? Иә, оны ары қарай меңгере аламыз ба, бұл тиімді ма, тиімді емес пе деген бәрі де ол пенде болғаннан кейін, адам ойлана алатын болғаннан кейін сондай бір ой қалыптасады. Енді үлкен біздегі енді жоғарғы оқу орны болғаннан кейін 60-тан асқан кісілер де бар, егде кісілер де бар, арнайы профессор, үлкен ғылым докторлары. Олар енді ғылымның әбден кемірген кісілер. Олар енді ақылдары кемеңгер кісілер. Оларға енді әрине өте қиындық туғыздырды. Компьютерді меңгеру, оларға біз жастардың өзі бір кез келген қиыншылықтар арқылы әзірлегенде меңгергенде, оларға меңгеру әлі де қиындық тудырып отыр. Оларға
қиындық тудырады меңгеру. Сондықтан бізге жас мамандарға жүгінетіні рас. Анау инженерлерге, программисттерге де там жүгінетіні. Бірақ оларға арнайы меңгеру үшін арнайы курстарды көбірек өткізеді олар. Сондықтан енді біраз үлкен кісілердің өздері де бізде енді осы қашықтан оқытуды меңгеріп қалды деуге енді айтуға болады, бірақ енді толықтай әлі меңгере алмай келе жатыр. Енді олардың да жағдайы негізі ескеру керек. Сондықтан ұсыныс болатыны жоғарғы оқу орындарына министрлікке арнайы бір жүйені құрса, ол және өте жеңілдетілген болса, ол өте оңай болатын еді. Мәселен, Skype платформасына жаңағы Moodle Платонсты әлі меңгере алмай жүрген үлкен кісілер Skype'та, WhatsApp'та өте жеңіл меңгерді. Себебі оның алгоритмі қолданылуы өте жеңіл, өте қарапайым. Өте қарапайым болғаннан кейін оларда жаңағы үлкен профессорларымыз Skype платформасы арқылы диплом қорғау кезінде комиссия мүшесі болғанда өздігінен кіріп отырды. Өздігінен сұрақтар қойып, микрофонды, видеокамераны қосу жағына өздері оңай. Себебі оларға барлығы түсінікті көз алдарында тұрады, қайсысын басса қандай не болатын. Сол сияқты жаңағы білім беру платформаларын жеңілдетсе, қарапайымдатса, ол неге меңгермеске? Барлығы да меңгеріп кетеді. Меңгеруге болады дейсіз ғой. Ерзат, келесі сұрағымыз, өзіңізді білеміз, куратор ретінде, кураторлықты алып жүрсіз ғой бұрын мектеп кезінде. Сынып жетекшісі деп білсек, университет, академия қабырғаларында куратор деген өзіндік жаңағы бір топпен немесе бірнеше топқа басшылық ете алатын дейміз ба, бағдарлай алатын адам болғандықтан сізге ата-аналардан ұсыныстар түсті ме жалпы? Қашықтықтан оқыту неліктен осылай болып жатыр? Бізде үйде бірнеше бала бар еді, тиімсіз деген сияқты осылай түрлі пікірлер болуы мүмкін ғой? Әрине. Ондай қиындықтар. Қалай жауап бере алдыңыз? Немесе осындай тығырықтардан қалай шықтыңыз? Барлығын айтып берейін ба деп. Енді қиындық тудырады енді. Осы сауал бірнеше бала болса үйде қашықтықтан қалай оқиды деген сияқты. Бірақ бір компьютер бір мезетте оқылу керек деген сияқты. Енді кейбір студенттер болды, интернет біз енді барлық асыра сілтемей қойық. Көп жерлерде интернет дұрыс емес. 2G интернетті дұрыс тартпайды. Оны ашша шындық, енді шындық болса да енді айту керек, көп жерде интернетте жоқ. Интернет түгілі жолдың өзі өгей шешенің жетім баланың нанына жақып берген сондай. Сондықтан енді қиындық туғызады. Ата-аналар хабарға шығады, біз интернетке байланысты біз байланысқа шыға алмай жатыр. Енді әрине сондай кезде енді куратор ретінде, жетекшілік ретінде оған енді дұрыс мұғалімдермен біз байланысқа түсіп, оларды жаңа біз қашықтан оқытуды айттық қой, 3 түрі бар деп. Онлайн, офлайн, жаңа вебинар түрінде. Оларды офлайн түрінде оқытуға жаңа өтініштерін алып отырмын. Яғни олар бір онлайн сабақ болып отқан кезде кірмейді сабаққа, тапсырмалар алады, орындайды, жаңағы толтырады да, соны мұғалім поштасына жібереді. Мұғалімдер соны қарап сөйлеспесе де, бірақ енді солай білім беріп отырады. Қашық, яғни офлайн түрінде. Электрондық почта арқылы өзіңіздің электрондық почта арқылы хат алмасып отырды. Сол жағынан көмектестік біраз студенттерге. Ол жағына енді рас ата-аналардан көп шағым түсті. Бұл бізде интернет дұрыстамай жатыр. Енді куратор болғаннан көп мұғалімдермен түсіндіру жұмыстарын өткіздік. Барлық мұғалімдерге жеткіздік, түсіндірдік. Арнайы жиналыстарда ректорға да айттық. Бұл енді тағы да біздің ғылым білім министрлігінің көрегендігі, бұл айтып кеткен, яғни Асхат Аймағамбетовтің айтқанындай, кейбір байланыс дұрыстамайтын жерлерде біз сол студенттердің жағдайына қарауымыз керек деп. Оларды қатты қинамау керек деп. Себебі бұл пандемияны, бұл арнайы істелмеген нәрсе ғой, бұл солай болып қалды. Осы пандемияның кесірінен олар оның жығылған үстіне жұдырық жасамаңыздар деп ұсыныс айтқан еді. Сол айтқаны бойынша бізде көп жеңілдіктерге бардық, бірақ білімді үзбеуге барынша жұмыс істедік. Бұл әрине өз нәтижесін беріп жатыр, әлі де береді деген ойдамыз. Бірақ енді толық емес, бірақ сонда да енді тырыстық.
Яғни бір жағадан бас, бір жерінен қол шығарып, біз алмайтын қамал, біз аспайтын асу жоқ дейсіз ғой, жалпы білім. Солай, рас. Жалпы білім тоқтамаса болған, иә. Өзіңіз айтып берсеңіз, осы білім саласында жұмыс жасауға, қызмет етуге, ұстаздық етіп, студенттермен жұмыс жасауға не түрткі болды? Қандай қызығушылықтар, қандай да бір ұстаз өзінің бір ұстаздарға еліктедіңіз бе? Ұстаздыққа қалай келдіңіз? Оқытушы болуға? Ұстаз болам деп болған жоқпын деп. Енді бұл жерде қарап отырсақ, көп деген қойылады осылай. Неге сіз именно мұғалімдікке келдіңіз, оқыту жолын таңдадыңыз деген. Жазушы ретінде немесе тағы басқа салаға? Бұл әдебиетке қызығушылық, бұл әуел бастан негізі мен осы мамандығыма деген қызығушылық, фанатизм ғой. Бала кезімнен ертегілерді көп тыңдап өскенмен, әрі қарай жаңа әкем қинаумен кітапқа бір кішкене итермелеп жіберді тәрбиесі арқылы. Содан арқылы кітап оқып кеттім да, әдебиетпен ауыра бастадым. Әдебиет деген дерт болып жабысты маған. Одан сол жазған дүниелерді мен де осылай жазып көрейінші деп, Шимай Шатпақтың королі болғаным рас, көп газет беттерін өзімше шығармаларда бірінен соң бірін жіберем. Оны жібергеннің 90% шықпайды, бір 10% ғана шыққан шығар сол. Сонда да мойымай, енді журналист болам дедім. Бірақ осы әдебиет сөз саласынан алыстағам жоқ. Ең ақырында ойлағаным осы білгеннің барлығын құр жия бергеннен не пайда? Одан да сол білгеніммен бөліскенім жөн, абзал деп ойладым. Мұғалімдік жолға енді түскенім өзімнің ары қарай рас, өзім мұғалім бола отыра, өзім оқыта отыра, өзім үйрете отыра, студенттерін өзім керісінше көп нәрсе үйренем. Бір нәрсе үйретсем, өзім олардан 3 нәрсе көп үйренем. Ол яғни өзімнің шығармашылық әлеуетімді, тұлғалық даму ретінде өзімді ары қарай дамыту үшін, дамыта түсу үшін ары қарай мұғалімдік жолға түстім. Өзіме ұнайды осындай үлкен әңгімелер туралы, әдебиет жайлы, осы ғылым жайлы әңгіме қозғаған. Бұл арзан күлкі, өз Абай айтады ғой, надан адам арзан күлкіге үйір келеді. Оларға ғылым, білім туралы айтсаң, білімді адамды көп, олар көп сөзбен ұрып кетеді, пысық келеді. Қазір шоумендерді мысалы, олар өзі білмейді, білген тілін алғысы келмейді, өздерінікі дұрыс, қалғаныкі бұрыс деп. Сонда арзан күлкі заманында кішкене өзімнің ең құрманды шөкімде болсын, мынау ғылымға, зияткерлік тұлға болуға, талпындыруға өзім бір үлесімді қосқым келген шығар. Бұны енді әлі де өзіне де қоятын сұрағым, қалай келдің бұл жолға дегендей. Орыстарда мақал бар, человек всю жизнь строит дом, при этом строит и себя дейді. Өмір әрі қарай да ізденіп келе жатырмын, тұлғалық даму ретінде. Бұл әлі де өзіме сұрақ қоям. Бірақ сол әдебиетке деген қызығушылығым, сол үлкен әңгіме құру, үлкен сырлы сұхбат құруға деген қызығушылығым, ынтам шығар. Мысалы әдебиеттен сабақ өтіп жатқанда мен бір оқыған кітабымды, соның әсерімді бөліскім келіп, сол кітапты не түйдім, не оқыдым, студенттердің көзқарасымен сұхбат құру арқылы кейде пікір талас болады. Сол барлығы енді ғылым туралы әңгіме қозғаған, кітап туралы әңгіме, әдебиет туралы әңгіме қозғаған маған өте қызықты, өзіме ұнайтын болғаннан кейін, жүрек қалауым болғаннан кейін шығар осыған келдім. Жалпы өзім содан ләззат алам. Бір сұрағым болатын осы уақытта, алдағы уақыттарда алдыңғы уақытта бір сұраған болатын. Ерзат, неге өзіңіз бір қалам ұстаған жансыз, көптеген прозаларыңызды білеміз, жазасыз, көрсетесіз деп замандас болғаннан кейін, әрекеміз топтас болғандықтан, Ерзаттың жалпы білім деңгейін, қаншалықты білімді азамат екендігін, оны мен айтпасам да біліп отыр көпшілік. Сол кезде Ерзат неге кітабын шықпасқа, неге кітап шығарғың келмейді деген кезде Ерзаттың бір есімде сапасыз кітаптар шығарғаннан гөрі сапалы оқырман болғаным дұрыс деген. Осыны түсіндіріп өтсең, жалпы түсіндіріп өтсеңіз, қазіргі кезде сапалы оқырмандар деп қандай оқырмандарды айта аламыз? Және сапасыз кітаптар деп қандай кітаптарды айта аласыз? Енді сапасыз кітап дегеніміз енді көркемдік деңгейі төмен,
әлі өзіндік толық стилі қалыптаспаған. Карл Маркс айтады ғой, жалпы кез келген жазушыға, ақынға, философқа, кітап жазып жүрген адамға стиль деген болады, адамның жеке стилі. Стильдің үш түрі бар дейді Карл Маркс. Бірінші, еліктеу стилі дейді. Біреуге еліктеу арқылы таза өзінің іштен кешіп, біреуге еліктеу арқылы. Мысалы, көп жастар Мұқағалиға еліктейді, Мұқағали сияқты өлең жазады. Бірақ көркемдігі несі техникалық жағынан төмен. Оны өздері байқамаса да енді әбден ғылымды меңгерген, әдебиетті меңгерген адамдар бірден жаңағы қарап тұрады да, көркемдігі деңгейі төмен болып тұрады. Мен сондай әлі өзімнің жазушылық дәрежемді әлі толық қалыптасты деп айта алмаймын. Жаңа әлі жабайы стильдемін мен. Біреуге еліктеу арқылы және жанынан өзімдік бір стилімді қоса эксперимент жасау жүрмін. Сосын және өзімдік түгел қалыптасқан стилім болғанда, әрине неге шығармасқа. Студент кезінде кітабын шығарғанда расы керек, енді көп жастар шығарып жатыр ғой, еліктеп кітабын шығарады да, не ашылмайды, сол кітапханалар тұра береді, қалай береді, құр сол кітап шықты деген атқа мәз болып, мас болып, соған масайрап жүре береді. Ол оқылмағаннан кейін, ол оқылмаса, ол адамды бір ішкі жан дүниесін бір емдемесе, оған бір өмір жолында бір бағдаршам болмаса, ол содан өзіндік бір ой түйе алмаса, ол содан бір өмірді танымаса, өмірде қоғамда болып жатқан бір адам жанындағы ию-қию арпалыстарын тани алмаса, ол көркемдік деңгейі өте төмен болса, ол кітаптың мысалы керегіне. Сапалы оқырман дегеніміз сол кітапты оқу арқылы өзін тану, өмірді тану, содан бір ой түйіп, бір ой өрісін кеңейту, тіл байлығын дамыту, сол кітапты ары қарай бір түйір тауып алып, соны басқаларға түсіндіріп айту, жеткізу, соны талқылау сапалы оқырман. Тек оқып қана болды, құр жазулар түсін. Оның кітап, әр жазушы өзінің ақын болсын, бір ой қалдырып кетеді. Негізгі ойдың ішінде де бір өзінің бір ключтар дейді ғой, подсказка тастап кетеді. Соларды таппаса, ол сапалы оқырман болады. Жақсы, Ерзат. Ендеше байтақ елге, ұлтқа һәм ұрпаққа, шәкіртке деген шын мәніндегі теңдесі жоқ, жанқияр дәрежедегі жанашырлыққа толы ақниетті ұстаздар көбейе берсін деп, біздің бүгінгі сүбелі сұхбатымызды аяқтағым келіп отыр. Мына жерде бірнеше сұрақтар да келіп үлгеріпті. Жаңағы өзіңізде жалпы қандай қасиеттеріңіз бар деген Гүлдана Жаркеева оқырманымыз жазып. Аз кем қалам тартам. Жаңағы эксперименттер өзімше бір-екі әңгімелерін жарық көрген. Бұл енді хоббиімде, әзірге хоббиім деп айтуға болады. Бұл іздену үстіндемін, қалам тербеймін. Анда-санда тойға шығатыным бар. Дұрыс, өте рахмет. Жас ұрпаққа тәлім тәрбие беру, білім беру, ол кез келген ұстаздың алдындағы ең маңызды жұмыс. Сондықтан да пандемия ерте ме, кеш пе, әйтеуір бір аяқталатындығы белгілі, ал білім ол адам бойында мәңгілік қалатын дүние. Сондықтан да Ерзат, бүгінгі сүбелі сұхбатыңызға үлкен рахмет айта отырып, өзімізбен алдағы уақытта тағы да сырлы сұхбаттасамыз деген ойдамыз. Үлкен рахмет, алғыс білдіреміз біздің осындай алтын уақытыңызды бөліп, бізбен бірге көптің көкейінде жүрген сауалдарға жауап бергеніңіз үшін. Сізге сау болыңыз демекпіз. Рахмет оқырмандар назарларыңызға. Жақсы, сау болыңыздар, жүздескенше. Басы, еламан, жұртмыштан. Жақсы.